Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Мерғали Дүйсен. Бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, пікірлеріңізді жазып, маған тіркеліп отырыңыздар. Және мені қолдап отырыңыздар. Әкеге қарап ұл өсер. Мақсұт тауықтарға жем беріп, жиналған жұмыртқасын ас үйдегі келініне табыстап, иттің үйшігінің айналасын тазаламақшы болып, сыртқа шыққаны сол еді. Сыртқы ысырмалы дарбаза дар етіп ашылды. Биыл 4-ші сыныпқа барған немересі Саян аулаға өкіріп жылап кірді. Екі тізесі топырақ тиген ағал-жағал. Биыл алған костюмінің шынтағы мен арқасы да топыраққа былғанған. Ау, батырекесі не болды? Саян деген рекетерге кім тиген? Ят емес пе, мұрын боғың 5 метр болып жылап келу, деп еді. Рекетер одан сайын боздады. Жомарт, итеріп құлатты, киімімді былғады, қолымды ауыртты, деп үзіп созып тоқтай алмай тұр. Жігіт адам соғанда жылай ма? Ойнаған шығарсыңдар. Ойнап жүріп жыласаң, басыңа тас шығады. Жылауға болмайды. Жігіт ешқашан көз жасын көрсетпейді, деп барынша қайрап, тәрбиелеп басып айтқан болды. Киімімді көрсе, мамам өлтіреді қазір. Өткенді айтқан, жаңбыр күні балағым балшық болып қалып еді, сонда айтты, енді киіміңді білдірсең, өлтірем деді. Ата, сен мамам айтшы, жомарт екен кінәлі, соны өлтірсін. Мен өзім білдірген жоқпын ғой, деп шын қорқып жылап тұр. Немересінің мына түрін көріп, не дерін білмей қалған Мақсұт: тәйтар, атаңның аузын сенің. Ол не әдет біреуге жауап? Ойнадыңдар ма? Неге итерді? Қараптан қарап итермейді ғой сені. Ай, шыныңды, неге итерді? Неге құлатты сені? деп шамданқырап сұрады. Ол біздің сыныпқа жаңадан келген бала, бәр мазақтап күледі оған. Мен де біздің сыныптағы Ғалиямен доссың, сен соған үйленесің деп мазақтадым. Соған ашуланып жүгіріп келіп, итеріп құлатты, деп мұрнын солқ-солқ еткізіп тартып тұр. Бірақ жылауы азайған. Жә, болды. Ырқылдай берме, ұят болады. Сен менің баламсың ғой. Неге сонша жылайсың? Еш жерің сынып қалмаған болса, тек киімің үшін қорқып тұрсаң, айтармыз мамаңа, ұрыспа деп. Жетер енді. Барқылдай берме. Бар, беті қолыңды жу. Тамағыңды іште, менің қасыма кел. Мына иттің үйшігін тазалап бүтіндеп жамаймыз. Күн суытып келеді. Бұған да ық керек. Бара ғой, деп үйге кіргізіп жіберді. Зейнетке шыққанына 2 жыл толық болмаған Мақсұт еріксіз өзінің кішкентай кезін есіне алды. Сабақтан шықса, балалармен жағаласып, үсті-басы алқам-салқам болып келуші еді. Ол кезде қазіргідей киімде көп таптыра бермейтін. Әскерден келген көршісінің ботинкасын 3 жыл кигені әлі есінде. Сөйтіп тұрғанда киініп бір жаққа шығып бара жатқан келінін көрді. Балам, бір жаққа барасың ба? Дүкенге баратын болсаң, маған кәдімгі пәшкідегі алма сала салшы. Әне бір пластмас сақал қырғышың маған келіспейді екен, деген. Келіні: жоқ ата, мына баланың мектебіне барам. Әлгі баланың ата-анасымен сөйлесем, мұғаліміне де ескертем. Әне, анау ғой, 2 ай болмаған таза костюм шалбарды пайдаға асырмай тастаған. Сондай көргенсіз, жүгенсіз балдарға қарамай мұғалімдер не бітіріп жүр? Айлық алғанда құдайдай. Бүйте берсе, баламыз мектепке бара алмай қалатын шығар, деп күш алып келе жатыр еді Мақсұт. Жә балам, болды. Не соншама көз шығып, бас жарылғандай болып? Кім бала болмапты? Жағаласып ойнамаса бала бола ма? Біреу ойнап құлатты екен деп мектепке шаба берсеңдер, мектепте не қасиет қалдырасыңдар? Сосын осы сендердікі не әдет? Қит етсе мұғалімге шабасыңдар. Айлығын алып отыр беген не әңгіме сендердікі? Жоқ, сендер төлеп отырсыңдар ма? Тіпті кәдімгідей сөз қылатын болыпсыңдар. Мықты болсаң, мен саған пенсиямды беріп отырайын. Сен оқытшы осы баланы үйден. Көрейін әуселеңді. Жұрттың баласын оқыту оңай деп пе едің? Ата-ананың бәрі зәкөншік болып кеткен заманда. Болды, бармайсың. Немеремді жаман үйретті. Қит етсе, шешесіне арқа сүйетіп. Бар, шаруаңа қара. Ана балаңның киімін тазала, деп бұйыра сөйлеп еді. Келін зып етіп ішке кірді. Көп болса, күйеуіңе жамандап жатқан шығарсың, деп Мақсұт мырс етті. Сөйтіп тұрғанда жылауық Саян шықты. Қолында 2 кәмпиті бар. Ата,
Мына кәмпиттің біреуін өзім жейм, біреуін қара құлаққа берем, деп дым болмағандай балалық кейпінде ойнап жүр. Әңгіме кешкісін ұлы жұмыстан келгенде қайта көтерілді. Папа, қазір заман баяғыдай емес. Балаңды мектепте қадағалап, мұғалімдеріне кімнің баласы екенін сездіріп отырмасаң болмайды. Қатарынан таяқ жей берсе, үйде ешкім сөзін сөйлемесе, сыныбында да жасық болып қалады. Балада мен ешкімге керек емеспін деген ой пайда болып, психологиялық травма алады. Құдайға шүкір, оқыдық, тоқыдық. Мемлекеттік қызметте жұмыстамыз. Сұрау жоқ баладай кім көрінген сабап, киімін бүлдіре берсе, неміз қалады? Бағана мына келініңе барып, мұғалімінде ана содыр баланың ата-анасында орнына қойып кел десем, жібермей қойыпсың. Сонда біз баламызды әркім бір шұқсын деп туып өсіріп отырмыз ба? Баяғының басы жарылса, бөрік астында деген кең қолтық қазақылықты қою керек. Бала тәрбиесі басты міндет қазір, деп көсіліп бара жатқан ұлына қарап мырс еткен Мақсұт: Жиналыста отырсың ғой, көсіл. Елбасымыз бен партиямызды дегенді қос, атаңа нәлет. Енді қалған жеріне маған үйрет, деп ұлының сөзін бөлген Мақсұт: Сен енді мені тыңда. Сенің сүйрелеңдеген тіліңнен балаң тәрбиелі болып кетпейді. Әуелі өзіңді дұрыста. Қит еткенге шағымданып жаман үйретпе. Еркек бала деген аты бар емес пе? Сәл нәрсеге мұғалімін бүріп, балаңның алдында ұстазыңның еңсесін төмен түсірме. Мұғалімнің ата-анасының алдында төменшіктегенін көрсе, балаң есіріп кетеді. Балаң даясаң аяма деген содан қалған. Баланы молдаға берерде, сүйегі менікі, еті сенікі деп беретін заманда өтсе де, ұстаздың сөзін әуелі өзің ұлықта. Содан соң балаңның тәрбиесі жөнінде бірдеңе деп мыңқылдарсың. Сен мектептен неше рет жылап келдің? Неше рет барып сенің мұғаліміңнің жағасын алып едік, а? Үндемейсің, а? Бір рет барған емеспіз. Күнделігіңді тексергеннен зәрең ұшатын. Жиналыстарыңа шешең баратын. Ал мен білім тәбіліңнен ақ сенің жағдайыңды біліп отыратынмын. Ана Қияқбайдың томпышы, қолыңды бұрап ойнап, буыныңды тайдырып, сол көпке дейін жазылмай, соңы Алматыда емдетумен біткен жоқ па? Біз сонда мектебіңе, болмаса Қияқбайға бірдеңе дедік пе? Сендер топтасып төбелесіп басың жарылып келгенде, мектебіңе барып айғай шығардық па? Енді неге сен келіп балаңды арыс қой қылып өсіргің келеді? Естеріңде болсын. Балаң есірмесін десең, мектебіне барып, мұғаліміне сөйлеуші болмаңдар. Бала мектепте ұстаздан именбесе, үйде ата-анадан именбесе бұзылады. Сол кезде бармақ тістейсің. Бала болғасын, бір күн жылап келер, бір күні жылатып келер. Соның бәрінде қатының екеуің мектепті шауып отырасың ба? Атаңа нәлет, өйтіп әке-шеше болмай-ақ қой, деп біраз ұрысты. Мақсұттың әңгімесі біразға кетермеді. Сыртқы есік тақылдамағанда. Келін есікке барғалы жатыр еді. Мақсұт: Әй, бұғайсың, бет моншағың үзіліп тұрған, кіре бер, адам жемейміз, деді. Сол арада: сәлеметсіздер ме? Кеш жарық. Шайларыңыз тәтті болсын, деп ашаң жүзді әдемі келіншек кіріп келді. Сәл ғана үнсіздікті Мақсұттың ұлы Омар бұзды. Мә, Жәния, сәлем. Қалайсыңдар? Төрлет. Не қып жүрсің? Кел, төрге шық, деп елпілдек кетті. Стол шетіне имене отырған бейтаныс келіншек: кешірерсіздер, аяқ асты келдім бе? Бағана күндіз біздің үйдің тентегі осы үйдің баласын итеріп құлатып, киімін бүлдірген екен. Соған апайы шақырып алып сөйлескен еді. Сол кісіден адрестеріңізді алып едім. Кешіріңіздер, аяқ асты келгеніме. Біздер жақында қоныс аударып, 2 көшеден соң үй сатып алған едік. Мына мектепке үйренісе алмай жүрме білмеймін. Бұрын ондай жоқ еді. Кешіріңіздер, енді қайталанбас. Мынау жуып шайғанымыз болсын, деп стол үстіне бүтін 20 мыңдық қойды. Мақсұт бірдеңе деп айтуға үлгерместен Омар сөйлеп кетті. Құдай-ау, Жәния, о не дегенің? Кластас құрбымсың ғой. Бала болғасын ондай болады. Бәрімізде бала болғанбыз. Өзіңді талай көрдің ғой. Алыстық, жылыстық, сөйтіп өстік қой. Баяға томпыш қолымды шығарып жібергенде де ештеңем кеткен жоқ. Құдайға шүкір, сөйтіп жүріп өстік қой. Біздікі тіпті жыламағанда, мектептен келгелі атасы мен итке үйшік жасап, ұмытып та кетті. Қашан көшіп келдіңдер? Қонсын құтты болсын, деп біраз зуылдатты. Және, қатыр өстік, бала болдық. Сонда да қазір заман басқа.
Мен тұрмысқа шығып совхоз жаққа кеттім. Содан осы орталыққа көшіп келіп жатқанымыз. Адамдар да өзгере береді ғой. Апай айтқан, әкесі мемлекеттік қызметте, ушықтырмай алдын алыңыздар дегесін келгенім ғой. Кешіріңіздер, деп бір ыңғайсыз күйге түсті. Балам, өркенің өссін, ештең етпес. Бала болғасын ондай болып тұрады. Көшіп келіп жатсаңдар қоныстарың құтты болсын. Ана ақшаңды жинап қой. Естіген жұрттан ұятты. Бәрі жақсы, бәрі дұрыс, ештеңе болған жоқ, деген Мақсұтқа бір, Омарға бір қарап қалған Жанияға: жоқ, Жания, ештеңе керек емес, ештеңе болған жоқ. Екеуміз кластас құрдас болдық. Енді балаларымыз да қатар өседі. Оның класында тағы бір-екі құрдастың баласы бар. Әлі танысып дос болып кетеді. Осы аптаның аяғына мына құрдасыңның туған күні, соған арнайы барып шақырам. Жігітіңмен танысайық, құрдас кластастармен таныстырайық. Енді араласамыз. Мына ақша ұсынғаныңды ешкім естімесін. Ұятты. Қазір отыр, ас ішеміз. Құрдасыңның аты Алма. Атыраудың қызы. Алматыда бірге оқыдық. Алматыға деген аңсарымды ашқан Томпышқа дән ризамын. Үйлену тойымда Алматымен сенің арқаңда таныстым деп, оған арнайы сый да ұсындым. Томпыш қолымды шығарып жіберіп, соңында Алматыға емделдім емес пе? Содан сол қалада оқимын деген арманым болды. Оқып жүріп танысқан қазіргі өмірлік жарым осы сұлу деп әйелмен кластасын таныстырды. Және асқа қарамай қайта-қайта рахметін айтып, Алманың туған күніне күйеуімен, баласымен келетін болып уәдесін беріп кетті. Кешкі ас ішіліп болғасын Омар әкесіне қарап: әке, рахмет. Сіз бағана келініңізді ұстап қалмағаныңызда нағыз масқара болады екенбіз. Бұлар бір-бірін танымайды. Қатты кетіп қалуы да мүмкін еді ғой. Құдай сақтады, деді де баласына қарап: сен енді мектептен жылап келгеніңді естісем аямайым. Жылай бермей, еркек болып өссеші, деп тоқтады. Мақсұт, балаңды еркек қылып өсіргің келсе, өзіңде еркек екеніңді ұмытпа. Ашуды сабырға жеңдіріп үйрен. Балаң сенің көшірмең болатынын есіңде ұста. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны алады. Келін сенде балаңды дым өбектей берме. Бөркемік болады, деп астың батасын жасап болып: ана, қаладағы қызына кеткен шешелеріңді телефонға алып берші. Бұның елге келетін ойы бар ма өзі? деп дастарханнан тұрды. Міне ағайын, бұл болған оқиға. Тек әңгімедегі адам аттарын өзгертіп, оқиғаны сәл-сәл көркемдеп мәдени тілге түсірдім. Баланы мектепке берген екенбіз. Олардың оқу тәрбие процесіне араласып жүріп, білгенімізді солардан үйрене жүріп, баламыздың үйдегі тәрбиесіне мән берейікші. Тәрбие тал бесіктен десек, тәрбиенің бастауы отбасыдан, отағасыдан басталады. Авторы Мұрат Кенжебаев.